Полиция қызметкері десек, көз алдымызға тәртіп бұзушылармен күресетін және кез келген жағдайда көмекке келуге дайын батыл жандардың бейнесі елестейді. Ал солардың қатарында еңбек жолдарын тәртіп сақшысынан емес, өзге қызмет жолынан бастаған қызметкерлер жетерлік. Армысыздар көрермен, эфирде сақшымен сырласу бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта 11 жыл бойы институт қабырғасында ұстаздық етіп, қазіргі таңда еліміз үшін жасөспірімдердің тыныштығы мен қауіпсіздігін басты назарға қойып, аянбай тер төгіп жүрген атақты әке полиция капитаны Қуаныш Базарбайұлы Базарбаев бүгінгі сауалымызға жауап беру үшін келіп отырған жайы бар. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қуаныш мырза, сізге қояр алғашқы сұрағым, сіз 11 жыл бойына ұстаздық жолында қызмет еттіңіз, ал қазіргі таңда кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі аға учаскелік инспектор қызметін атқарып келесіз. Жалпы ұстаздық жолын полиция қызметіне ауыстыруға не түрткі болды? Рахмет сұрағыңызға, қайырменді көрермендер. Енді полиция қызметіне ауыстырудың түрткі болған себебі 2015 жылы өзім қызмет еткен Атырау мұнай-газ институтында өзгерістер болды. Өзгерістердің ішінде көбінесе студенттердің саны күрт азайып кетіп, сағат саны болмаған соң басқа қызметке ауысуға тура келді. Сол себепті бала кезімде полиция қызметкері болуға қызығушылығым туындаған соң, осы полиция қызметкеріне орналасуға және 2015 жылы полиция қызметкеріне құжаттар тапсыра бастадым. Сол жылы қызметке орналастым. Осы себеп болды. Жауабыңызға рахмет, Қуаныш мырза. Ал екінші сұраққа кезек беретін болсақ, жалпы қоғамда жасөспірімдердің жұмысын ұйымдастыратын тәртіп сақшыларының жұмысы қауырт екені баршамызға мәлім дүние, ал ұстаздық ету балаларды жақсылыққа тәрбиелеуде мол жауапкершілікті талап етеді. Осы орайда екі саланың қызметін бір арнаға тоғыстыруға болады ма? Жалпы полиция қызметкерлерін тек қылмыстың алдын алуда ғана емес, жасөспірімдерді тәрбиелеуде айрықша орын алады деп айтуымызға болады ма? Осы жөнінде сөз етсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Енді әрине өзім Атырау мұнай-газ институтында қызмет етіп жүрген кезде айта кету керек, өзімнің ең жас маман болып келген кезде алғашында қазіргі гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымының кандидаты, профессор Нығметов Болат Сырмұлын атап өткім келеді. Себебі жас маман ретінде келген кезде көптеген өзінің тәжірибесімен бөлісіп, тәлімгерлік қызмет атқарды. Ал сонымен бірге институт қабырғасында жүріп, оқытушылықты жұмысынан бөлек механика факультетінің тәрбиесі жөніндегі декан орынбасары, студенттік бөлімнің басшысы, музей директоры қызметінде атқарып жүрдім. Ал осындай көптеген студенттермен жұмыс арқасында, көптеген тәжірибенің арқасында кәмелетке толмағандармен, жасөспірімдермен, яғни жұмыс жасау маған ешқандай қиындық туындаған жоқ. Себебі сіздің сұрағыңызға байланысты екі арнаны тоғыстыруға болады деп есептеймін. Себебі сіз бірінші кәмелетке толмаған инспектор болу үшін тек қана заңгер емес, сонымен бірге педагог, психолог та болу керек. Жасөспірімдермен дұрыс әрекет жұмыс жасау үшін. Сондықтан да тоғыстыруға болады деп есептеймін. Жауабыңызға рахмет, Қуаныш мырза. Келесі сұраққа кезек беретін болсақ, жалпы сіз ұстаздық еткен жылдары бірнеше мақалалардың жарық көргеніне куә болып отырмыз. Ал қазіргі таңда сол шығармашылық қабілетіңізді одан әрмен дамытуға деген ниетіңіз бар ма? Осы жөнінде ойыңызбен бөліссеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Әрине, енді институт қабырғасында жүрген кезде, жоғары оқу орны болған жерде ғылыммен айналысу ол бір саланың бірі. Ал манағы 2008 жылы сонымен бірге Халид Досмұхамедов атындағы университеттің магистратурасына оқуға түсіп, Құлсары қаласының тарихы атты магистр диссертацияны 2010 жылы қорғап шықтым. Сол кезде өзімнің қызмет еткен Атырау мұнай-газ институтының жаршысына мақалам шықты, ғылыми мақалам. Сонымен бірге Халид Досмұхамедов атындағы университетінің жаршысына да мақалам шықты. Ал жұмыс барысында Алматы қаласында болған кезде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің хабаршысына, тарих сериясына қасымда өзімнің әріптесім, аға оқытушы Имандосов Азамат Хайдарұлының бірге осы үлкен мақалам шықты. Әрине, алдағы уақытта да ғылыми жұмыспен, шығармашылық жұмыспен ешқандай кедергі жоқ деп ойлаймын. Сонымен бірге
айналысуға ниетім бар. Жауабыңызға көп рахмет. Жалпы сіз бос уақытыңызда немен айналысқанды жақсы көресіз? Басты хоббиіңіз және өмірлік ұстанымыңыз қандай? Әрине, сұрағыңыз өте орынды. Ал ең бірінші отбасымен табиғатта серуен деген жақсы көрем. Отбасымен уақыт өткізген жақсы көрем. Ал енді хоббиім болса, ол кітап оқу. Ал негізгі өмірлік ұстанымым, адам баласы әрдайым ізденісте болу керек, өзін өзі дамыту керек деп есептеймін. Өте керемет. Қуаныш мырза, келесі сұрақ. Жалпы сіз кәмелетке толмаған жасөспірімдермен жұмыс жасаумен қатар, отбасыңызға қаншалықты деңгейде көңіл бөлесіз? Қазіргі таңда сіз 3 жылды тәрбиелеп отырған ардақты әкесіз. Ал сіз үшін бала тәрбиесіндегі ең маңыздысы не болып табылады? Иә, рас, енді 3 ұлы тәрбиелеп отырған ата-анамыз. Сонымен бірге үлкен ұлымға қолым босағанда сабағына көмектесіп отырам. Сонымен бірге ортамызда бір ерекше баламыз бар, мүмкіншілігі шектеулі. Сол баланың еміне де көп көңіл бөлемін. Ал енді Алла қаласа, 4-сінде күтудеміз. Ал енді баланың тәрбиесі әрине ол отбасынан басталады, ата-анасынан келеді. Сондықтан да ең бірінші тәрбиені отбасынан дұрыс тәрбиелеп, қоғамға бейімдеп, ортадағы жүретін, өзінің орнын қадағалап, балалардың бейімдеуге баланы тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Жалпы енді тәрбие мәселесі ол үлкен мәселе, әрине күрделі мәселенің бірі. Қоғамдағы қазіргі әртүрлі жағдайларға байланысты адамдардың да мысалы тәлім тәрбиесінің кішкене рухани байлық жағы кішкене кемшілігі бар екенде кішкене өкініш тудырады. Бірақ та дегенмен де адамгершіліктен тайынбау керек. Адам міндетті түрде өзінің ұрпағына, болашағына деген сеніммен нық қарап, тәрбие басты борышымыз деп есептейміз өзіміздің. Құрметті көрермен, бүгін бізге алтын уақытын арнап келіп отырған полиция капитаны Қуаныш ағамызға ерекше алғысымызды білдіреміз. Осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне келіп жетті. Келесі эфирге дейін жүздескенше аман сау болыңыздар.